Мен Алматы облысы Панфилов ауданы Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Әбделдаева Ләйла Дәулетханқызы. Бірінші сынып дүниетану пәнінен өз сабағымды ұсынамын. Сабағымыздың тақырыбы тазалық денсаулық кепілі. Сабақтың мақсаты жеке бас гигиенасын сақтаудың маңыздылығын түсіндіру. Бүгінгі сабақта біз денсаулық және жеке бас гигиенасы туралы білеміз. Жеке бас гигиенасы ережесін сақтауға үйренеміз. Сабағымызды психологиялық ахуал арқылы бастайық. Тазалықты сүйеміз, таза болып жүреміз. Біз баламыз шыныққан, денсаулығы мықты жан. Балалар, оқулығымыздағы мына суретке назар аударайық. Суреттегі балалар туралы не айтар едіңдер? Тазалық сақтау неліктен маңызды? Ол үшін не істеу керек? Жарайсыңдар балалар. Ең алдымен таза жүруіміз керек. Әдемі және сау болғың келсе, гигиенаны сақтау керек. Гигиена денсаулықты сақтау. Денсаулықты сақтау үшін ең алдымен адам таза болуы керек. Спортпен айналысуы керек, таза ауада жүру керек, және дұрыс тамақтанып, күн тәртібін сақтауымыз қажет. Ал балалар, адамның жеке гигиеналық тазалық заттары бар. Сендер білесіңдер ме? Денсаулық тазалық кепілі. Денсаулық зор байлық. Ондай болса балалар, видеороликке назар аударайық. Ал сен жуындың ба? Тістеріңді тазаладың ба? Мен қалай тазалау керек екенін білмеймін ғой. Ендеше мен саған үйретемін. Менімен жүр. Сәлем, Асия. Мен сенің тіс щеткаңмын. Мен бүгін сендерге тісті қалай дұрыс тазалау керек екенін айтам. Тісті күніне 2 рет тазалау керек. Таңертең және кешке. Тісті гигиеналық тіс пастасын қолданып, кем дегенде 3 минут бойы тазалаған абзал. Тісті тазалаудың өз реттілігі бар. Біз сол бойынша ауыз қуысын, тістердің арасын толық тазалаймыз. Ең бастысы, щетканы қатты басып тазалауға болмайды. Себебі бұл тістің эмалін зақымдауы мүмкін. Тіс щеткасын әрбір 3 ай сайын, немесе оның пішіні бұзылғанын байқасаңыз, одан ерте жаңасына алмастыру керек. Әр тамақтанудан кейін ауызды шаю керек. Сонда тістеріңіз сау және мықты болады. Түсіндім. Ой, мұнда кім келген? Қайырлы таң, Сабын. Біз бүгін жуынуды үйреніп жатырмыз. Олай болса, балалар, мен сендерге қалай дұрыс жуыну керек екенін айтайын. Гигиенаның бірінші және ең басты ережесі қолды жуу. Біздің қолымызға тыным жоқ. Себебі біз әр түрлі заттарды ұстаймыз. Ал ол заттарда түрлі микробтар болуы мүмкін. Микробтар бұл кішкентай, көзге көрінбейтін ағзалар. Балалар, видеороликті көріп тамашалаған болсаңдар, гигиенада ең алдымен гигиена қол жуудан басталады екен. Біз ойнаймыз, жүреміз, жүгіреміз балалар. Әрдайым ойнағаннан кейін міндетті түрде қолымызды жуып, таза жүрейік. Гигиена ережелерін сақтау денсаулық сақтауға көмектеседі. Ал балалар, гигиеналық тазалық заттарын сендер білесіңдер ме? Әр адамның өзінің тазалық заттары болады. Қанекей, көрейікші. Тіс пастасы. Тіс щеткасы. Айна. Тарақ. Су сабын. Иіс сабын.
орамал. Жөкке. Суретке қарап, енді гигиена ережелерін құрастырып көрейік балалар. Адамның жеке гигиеналық қандай заттары болу керек екен? Адамның жеке бас тазалығына арналған заттары болу керек екен. Олар тіс щеткасы, тарақ және сүлгі. Балалар, біз жеке гигиенаны сақтап, ұқыпты, таза жүруіміз керек. Ұқыптылық денсаулықты сақтауға көмектеседі. Ал балалар, шаршаған боларсыңдар. Сәл сергіп алайық. Қолға сабын алып, мөлдір суға салып, жуу керек жиі, ақ көбетке малып. Жасыл қызыл ағын, қолдан әбер бәрін, жуынғанда дәйім, қолда тұрсын сабын. Қиын емес дымда, тазалық бар мұңда, таңда түсте кеште, қол жуудан тыңба. Өнеңдесең гүлдеп, осыны қыл міндет, тазалық бар жерге жоламайды індет. Жасыл қызыл ағын, қолдан әбер бәрін, жуынғанда дайым, қолда тұрсын сабын. Жасыл қызыл ағын, қолдан әбер бәрін, жуынғанда дайым, қолда тұрсын сабын. Сәл сергіп алған болсаңдар, қанекей кім көп біледі екен? Тазалық, денсаулық туралы мақал мәтелдер айтайықшы. Өте жақсы, тамаша, жарайсыңдар. Ондай болса балалар, бүгінгі сабағымызды қорытайық. Бүгінгі сабақта денсаулық және жеке бас гигиенасы туралы білдік. Жеке бас гигиенасын сақтауға үйрендік. Адамның денсаулығы ең зор адамның байлығы екен. Сондықтан денсаулығымызды әрдайым сақтап жүрейік. Ал балалар, сабақ түсінікті болса, маған кері байланыс беруді ұмытпаңдар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.